мұғалімі Тұрғанова Сәния Бақышқызының жетекшілігімен таңғажайып түймелер атты жобасымен біз жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмыз. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты осы күндері баланың қызығушылығын жоғалтпас үшін үйде жұмыс жасауға тура келеді. Түймемен жұмыс жасау баланың денсаулығына өте жақсы әсер береді деп ойлаймын. Қазіргі таңда уақытымызды үнемдейтін жолға шығып, қажетті барынша біздің қол еңбегімізді қысқартты. Алайда бұл балаларымызға кері әсерін тигізіп, моторикасының дамуына, яғни табиғи дамуына шектеу қойылды. Түймелермен жұмыс жасау баланың қол саусақ моторикасының дамуына үлкен пайдасын тигізіп отыр. Сол себепті біз ұйымдастырушы Сәния Бақышқызына үлкен алғысымызды айтамыз. Бала қызығушылығымен түймелерден әртүрлі өнімдер жасауда. Аяққа арналған массажер кілемдер бала денсаулығын нығайтудың бір жолы болып табылады. Қазіргі карантин уақытында үйде отырсақ та біз өз жұмысымызды жалғастырудамыз. Қандай жағдай болса да біз жеңеміз, өйткені біз біргеміз. Кіп-кішкентай түйменің қыр-сырына қанықтым, жетсем деймін түбіне, ақиқатпен анықтым.